Баршаңызға сәлем достар, сізбен бірге мен Бумажный доллар. Бізде бүгін распаковка. Менде бүгін бір новинка. Бұл бізде коллекция лама. Гуглдан іздедім. Обычный ақ ламалар түседі. Осындай пакетиктер бар. Давайте сразу начнем. Бүгін давайте қызыл пакетиктер таңдаймыз. И мен вот осынша емес пакетиктер таңдаймын. Бірақ алтақ пакетик вот. Келесі овощи, фрукты. Ертең аяқтаймыз. Бұл жерде қызыл түс жоқ, бірақ розовый түс бар. Қызыл ұқсайды. Ертең осы пакетикті ашамыз. То есть аяқтаймыз. Облако. Алдыңғы новинка. Бұл жерде қызыл пакетик жоқ. Бірақ қандай розовый бар. Давайте лучше сарылды. Кен сары екеу екен. Мейкап. Қызыл пакетик точно жоқ. Артында да жоқ, мақта да жоқ. Мұнда аламыз мынау жасыл пакетикті. Жарайды. Бір түсті пакетиктер алмай қойық. Бар болса алайық, бірақ жоқ көбісінде. Мына қызыл пакетик. Хотя бы кішкенесінің қызылы бар. Сердечко. Вот осындай қызыл емес, оранжевый, жоқ қызыл екен. Камераға какой-то коричневый болып көрінеді. Негізі қызыл. Пластирайды аяқтаймыз. Как раз қызыл жазумен қалыпты. Украшение аяқтаймыз. Розовый қалды. Вот. Бізде бүгін распаковкада вот осыншама пакетик. Ровно 8 пакетик. Вот. Мен каталогым осындай. Бүгін біз бірінші коллекция LD аяқтаймыз. Уже қаншама коллекциялар аяқтап тастадық. Обзор болатын шығар деп ойлаймын. Розовый пакетик көп бізде распаковкада бүгін. Что ашып кетті. Бұл бізде украшение. Вот осындай радуга. Украшениедан. Давайте радуганы осы жерге жаптырайық. Или жапақ жаптырмай қойып, жаптыра салайық. Так ашамыз. Уже ашылды. Номер жоқ. Сол үшін мына жаққа былай жабыстырамыз. Вот. Сыртқы дауыстарға мән бермей қойыңыздар. Так, овощи, фруктерден аяқтаймыз. Тоже розовый пакет. Так, номер 4. И бұл бізде вот осындай груша. Алмұрт. Номері 4. Вот осындай. Екі фрукт. Екі овощи, екі фрукт, екі овощи болу керек. Қандай фрукт түседі? Білмеймін. Ұмыт қалдым өткен. Так, одежда екі аяқты қойғамыз. Пластиры. Осы жүрген жақта. Вот осы пакетик. Аяқтаймыз осы коллекцияның әрине номері 4. Жақта да номер, сняты номері 4. И бұл бізде. Так, номер жазылмаған. Тут жоқ. Но білеміз, что номер 4. Бұл бізде осындай звездочка. Что соңғы түсті? Әйтпесе номерін білмейтін едім. Мұны жазылып тұрген. Номері 4. Вот осылай уже күшті. Келесі сердечко. Перфорация. Так обычно вот осылай ашылады. Өте күшті. Так, ашайық. Номері 6. И
вот осындай серый сұр жүрек точкалармен. Вот. Жабыстырамыз номер 6. Клей. Цик. Вот. Алып үлгердім. Осындай күшті болып келе жатыр. Келесі канцеляр. Как раз рядпен келе жатыр. Келесі канцеляр. Осындай пакетик алғанбыз жүрегімен. Қызыл жүректер бар. Енді ашамыз. Күшті. Мен бұларды екінші рет қолдануым мүмкін, сол үшін лақтырмаймын, бұстыруға болады. Түзу ашылғандарына. И номері 4. Осындай ұштағыш. Жабыстырайық. Номері 4. Бүгін 4 түсіп. Мынау клей, білмеймін, не клей. Какой-то странный клей. Вот осылай. Мейкап коллекциясы, как всегда, жабыстырып. Вот осылай. Пакетик жасыл. Пакетикті ашамыз. Күшті. Тағы да ашып кетті. Осындай румян. Румяндық. Румян. Қызыл. Неровный болады. Номер 6. Пергаментпен. Номер. Алдында мен номер 2 деген наны таппай қалмайым ғой. Сөйтсем мен артынбай, пергаментін артынбай істегеннен кетіп қапты. И бұл бізде номері 6. Вот осылай болады. Сонда күшті болып келе жатыр. Келесі облаком. Біздің пакетиктерімізде осындай открывашкалар бар. Просто күшті ашылды, прям күшті, что даже күшті деп айту алмайды. Ой, сқап бұл. Сары пакетигімізден сары болды. Опять номері 4. Осындай. Сап-сары ұқтап атқан болды. Бұл коллекция маған ұнамайды. Түрлі шыққан кішкене. Фотослай. Алдыңғы видеода осындай түскен. Бұл новинка. Лама новинка. Шайық новинкамызды. Өте күшті коллекция. Персонаж. Мультик ешқандай. Неге номері 4? Айтыңыздар. Так. Пакетиктерін көрсетейін да сізге. Сіздерге. Ақтап қойған. Вот. Тоже кішкене нормально ашылған. Күшті пакетиктер. И бізге бүгін осындай лама түсті. Шетке қарап ерінің деп тұрған. Номері 4, как всегда. Вот. Тоже пергаментпен. Менде пергамент өте көп. Сосын көп наклейкаларды пергаментпен жасаймын. Пергаментпен наклейкалар. Оказывается, күшті болады. Номері 4. Вот осындай лава. Бірақ алдағы пакетик. Екінші частын істей алам. Вот осындай наклейка. Осымен біздің распаковкамыз аяқталады. Бәріңізге пока.